Келесі тапсырма. Бұл тапсырма сәл күрделілеу. Қолданушы қандай да бір айдың реттік номерін жазады, нүкте қояды да, және жылды жазады. 2019 болсын. Енді 2019-ның 10-шы айында барлығы қанша күн бар екендігін экранға шығару керек. Мысалы, ол октябрь айы, октябрь. Барлығы 31 күн бар екен. 31 деп экранға шығару керек. Қолданушы кез келген айды және кез келген жылды енгізуі мүмкін. Бұны қалай шығарамыз енді? Алдымен 12 айдағы күндер саны сақталатын тізім ашып алайық. Тізімі болсын ол менде. Бұл жерде индекстер 0-ден басталған болғандықтан алдыңғы бірінші индексті бос қалдыра салайын. Бірінші айда 31 күн, екінші айда 28 күн, 31. Мінеки толтырдық. Енді қолданушыдан енгізуін сұраймыз. Қолданушы input арқылы енгізсін. Input. Енгізді. Біз бұны тағы да тізімге түрлендіреміз. Split әдісі арқылы. Date нүкте split. Ортасын нүкте арқылы бөлді. Split әдісі арқылы D тізімін құрдық. Енді оның ішінде екі айнымалы бар, бірақ жолдық типте. Енді сол екі элементті біз айнымалыға жазайық. Ай және жыл деген екі айнымалы ашамыз. Айға жазайық. Интқа ауыстырылған D нөлінші элементті, бұл айымыз бізде. Және жыл, бұл да интқа ауыстырылған D бірінші элемент. Қойдық, енді тексереміз. Егер біздің айымыз тең болса 1-ге, мұндай жағдайда print A-дің M индексін шығар дейміз. Қосып көретін болсақ, бірінші ай болсын және 2020 жыл. Міне 31 күн бар екен. Енді бізде 4 жылда бірлет кібісе жыл келеді. Бұл жылда екінші айдағы күндер саны 28 емес, 29 болады. Соны анықтайтын шарт жазуымыз қажет. Егер айымыз тең болса 2-ге, және жылымыз бөлінсе 4-ге дейміз. Яғни ол кібісе жылы дегенді білдіреді. Онда экранға шығарамыз. AM қосылған 1. 28-ге 1-ді қоса саламыз жай ғана. Енді 3-тен бастап ары қарай бір шарттың ішіне кіргізе салайық. Егер M ішінде болса, тізім ашамызда ай. Айымыз бізде 3-тен бастап 12-ге дейін толтырып шығу керек. Цикл арқылы толтыра салайық. For I in range 3-тен бастап 12-ге дейін болса 13 деп жазам. Міне. Осындай болса, print экранға шығар AM-ді қосайық. 2020-ның 5-ші айын шығарайын. 05, 2020. 31 күн бар екен. Дұрыс. 2020-ның
Мына кібісе жылының айын жазайын, екінші айын жазайын. 2020-ның екінші айы бізде. 2020. 29 күн бар екен. 2019. Ой, кешіріңізді. Біз мына жерде кібісе жылы емес болса дегенді жазуды ұмытып кетіппіз. Егер m жай ғана 2-ге тең болса, мұнда шығар print экранға m-ді. Міне. Егер екінші ай 2019 болса, 28 күн.